Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай жұмыртқаның, сүттің, айранның да қажеті болмайтын, тіпті миксер де қажет етпейтін керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, подписаться батырмасын басып, қолдап отырыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, екеуін бірге араластырып, електен өткізіп алатын боламыз. Електен өткізіп болған соң кезектестіріп, какаомызды да осылай електен өткізіп салып аламыз. Міне осылай какаомызды да електен өткізіп, толықтай барлығын салып болғаннан соң қантымызды да салып, барлығы бірдей болғанша араластырып алатын боламыз. Егер менің видеоларым өз пайдасын тигізіп жатқан болса, қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, подписаться батырмасын басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Міне осылай араластырып болған соң, сұйық майымызды құйып, яғни тамаққа қолданатын майымызды құйып, кішкене араластырамыз. Міне осылай араластырып болғаннан соң, жылы суымыздың азғантай бөлігін құйып араластырып аламыз. Міне осылай кезектестіріп, суымыздың қалған бөлігін құйып, бір келкі масса болғанша қайта араластырып аламыз. Міне біздің массамыз осындай күйге енді, өте керемет қаймақ сияқты болып шығады. Енді осы массамызды ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Менде 20 сантиметрлік форма 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Осылай ыдысынан босатып аламыз. Енді ертерек суы үшін осындай сетка бізге қажет болады. Сетканың үстіне қойсақ, тез суына көмек береді. Міне осылай толықтай 20-25 минут суытып аламыз. Суыт болғаннан соң пергаменттен алатын боламыз. Оған дейін бетіне жағатын осындай шоколадымыздың үстіне 2 ас қасықпен вареновый молоко саламыз. Бұны өз қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Мен осылай қолданамын. Енді дәмі керемет болады шоколад пен вареновый молоконың. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Осылай суып болғаннан соң бетіне жайғастырып шығатын боламыз. Міне осылай толық жағып болғаннан соң мен кішкене ғана безек үшін осындай гүлдерді пайдаландым. Егер сіздерде бұндай гүл болмаса, немесе басқа түрі болса, пайдалана берулеріңізге болады. Бірақ бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз. Міне біздің пирогымыз дайын, өте нәзік, керемет болып пісіп шығады. Толықтай піседі, уайымдамаңыздар, бір жасағаннан шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер де менің видеоларым өздеріңізге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, мені қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.